Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен бірге телеграм-каналда қалай канал ашамыз, яғни ішіне салған ақпараттарды қалай ешкім көшіріп ала алмайтындай етіп, ешкімге тарата алмайтындай етіп қалай ашамыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін мына жоғарыда оң жақта тұрған ручканың суреті тұр ғой, соны басамыз да создать канал деп басамыз. Создать канал. Мына жерге атын жазамыз. Өзіңіздің атыңыз қандай группа ашайын, соны жазасыз. Описаниеға жазып қойсаңыз болады. Мысалы, ақпараттар таратуға модели сондай неге қатысты ашып жатсыз, соған жазсаңыз болады. Мына жерге фотоны қоя аласыз. Мына жерден галереядан таңдап, далее кнопкасын басасыз. Не сізде осылай ашылады. Ашылған кезде частная деген тұрады. И потом сізде мне запретить копировать деген басасыз. Осыны бассаңыз сізді ешкім көшіріп ала алмайды. Далее дейсіз. Мына жерге кімді қосасыз, соны басасыз. Мысалы, бір кімді қосқыңыз келеді, соны қосып қоясыз. Болды. Мысалы, сіз бір ақпарат жіберсеңіз де, сізден ешкім ала алмайды. Қазір мысалы бір фото жібере салайын. Мысалы, мына фотоны жіберіп дейік. Мен бір фото жібердім. Енді бұл фотоны бүйтіп көшірейін десем, көрдіңіз ба? Көшіретін жоқ мына жерде. Копировать ссылка дейді, бірақ ешкімге бұл ашылмайды. Көшіре алмайсыз, сохранить етілмейді. Қазір менізге. Не? Сохранить деген кнопка жоқ, көрдіңіз ғой? Енді мысалы бағана кіріп, изменить етіп, тип каналға кіріп, мені алып тастайтын болсам, готово деп, міне, сохранить кнопка шықты. Көрдіңіз ғой, дәл осылай істейсіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпаратта болатын болады.